2D9 салыстыру операторларын өтейік. Операторы сравнения JavaScriptте ол қарапайым сандарды бір-бірімен салыстыруға. А бұдан үлкен, А бұдан кіші, А бұға тең немесе одан үлкен, А бұдан кіші немесе оған тең, А мен Б бір-біріне тең деген. Бұны онсыз да білесіздер, сосын тең емес деген бар. Біз математикада кезінде мектептен былай жаздық қой. Программированде леппелге тең арқылы көрсетеміз. Тең емес деген, А мен Б тең емес дегенді. Енді оның нәтижесі логический тип, бірақ та салыстырған кезде ол сандармен жұмыс жасайтын операторлар, енді жазумен де жұмыс жасайды, бірақ басқаша жұмыс жасайды. Жазумен жұмыс жасаған кезде алфавит бойынша салыстырады. Яның орналасу реттік нөмірі адан кейін ғой. Оны біз былай тексерсек болады. Так, мынаны алып, кодын қарайық, консольға барайық. Char код ат десек, 1040-шы орын дейді. Егер ол ағылшынша А болған кезде 65-ші орын болады екен. Жақсы, 1040-шы орын, егер оның орнынан біз яны қоятын болсақ, 1071. Сол себепті 1071 1040-тан көп қой. Сол себепті я адан үлкен болып тұр. Енді мына жерде код каты кода деп тұр. Каты кодадан үлкен, себебі біртіндеп салыстырады. К мен К екеуі тең болып қалды. О мен О екеуі тең болып қалды. Бірақ Т Д-дан үлкен ғой. Сол себепті каты кода дегеннен үлкен. Енді мына жерде соннан үлкен. Неге? Өйткені бас жағындағы сон мен мына жердегі сон екеуі тең болады да, одан кейін тағы да ный деген жазу бар. Сол жазу бар болғандықтан бұның ұпайы көп болып кетеді. Бұл как-то не сияқты ғой? Олимпиададағы медаль салыстыру сияқты ғой. Ең бірінші алтынды салыстырады, екеуі тең болса, одан кейін күміс салыстырады, екеуі тең болса, біреуінде қола бар, біреуінде қола жоқ болса, кімде қола бар, сол озып кетеді ғой, сол сияқты. Егерде не қылатын болсақ, так, мына жерде алерт, мына жерге АБС дейтін болсақ, үлкен, бекен, бұдан false шықты, себебі бірінші санмен әуелі салыстырады. А мен Б-ның салыстырған кезде Б үлкен ба? Болды. Ол кезде ананың ар жағындағы Б-сының бар болғаны ештеңе шешпей қалады. Өйткені кезек бойынша салыстырады. Жақсы. Так, кеттік. Сравнение разных типов. Егерде әртүрлі болып қалса, салыстырып жатқан нәрсе, біреуі сан, біреуі жазу болатын болса, ол кезде барлығын әуелі санға айналдырып көреді. Содан кейін барып орындап көреді. Егер екі жағда жазу болса, жаңағыдай алфавит бойынша салыстырады, ал егер біреу жазу, біреу басқа болатын болса, барлығын санға айналдырып көреді әуелі. Забавное следствие дейді. Так. Мынау қызық тақырып, мен мынаның жауабын білем, бірақ қазір айтпай қойын, кейін айтамыз, андай неге келген кезде. Значимый және ссылочный типтер деген. Сол тақырыпқа келген кезде осыны түсіндіріп кетсем болады, ұмытып кетпесем. Пока қызық емес. Так, строгое сравнение. Жақсы, JavaScript жаңа әртүрлі типтерді санға айналдырып барып салыстырады дедік қой. Егер 0 мен false-ты бір-бірінен ажырату керек болса, біз қалай айырамыз? Өйткені 0 false-қа тең ба десең, я дейді. Пустой строка false-қа тең ба десең, онда я дейді. Неге? Өйткені сан емес болғасын, әуелі барлығын санға айналдырады. False-ты санға айналдырса 0 шығады, пустой строканы санға айналдырса, одан да 0 шығады. Сөйтіп, false-дан да 0 шығады, сөйтіп тең болып қалып жатыр да. Нақты айыру үшін строгий тексеру жүргізсек болады, 3 тең белгісі арқылы. Ол кезде типтерді де салыстырады. Егер типтері әртүрлі болса, бірден қате деп шығарады. Так, null мен undefined false дейді.
Егер 3 қоятын болсақ, false болады. 2 қоятын болсақ, true дейді. Өйткені 3 ол типімен салыстырады, ал 2 мәндері мағыналас па деп салыстырады. Болды. Так, странный результат. Мынау JavaScript'тің багы деп айтса болады шығар осы жерде. 0 0-ден үлкен, false қайтарады. 0 0-ден 0-ге тең десең, false қайтарады. 0 0-ге тең немесе үлкен десең, true дейді. Қызық. Хотя мынау деген, мына екеуінің біреуі true болу керек деген сөз ғой. Үлкен немесе тең деген, егер ол true қайтарып тұрған болса, хотя бы мынау true қайтару керек еді. Или болмаса хотя бы мынау true қайтару керек еді. Бірақ екеуі де false қайтарды, сонда да мынаны true қылды. Қызық. Так, өздеріңіз оқып көріңіздер. Маған қызық емес, өйткені практикада қолданбайтын сияқтымыз. Осындай жағдай келмейтін сияқты. Или келе ма, білмеймін, көріңіздер. Так, жақсы. Операция сравнения осымен бітті.